Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Әлемге әйгілі эстрада орындаушысы Димаш Құдайберген Қазақстан Республикасының Мехикодағы елшілігінде болып, қазақстандық диаспора өкілдерімен кездесті. Сыртқы істер министрлігінің мәліметіне сүйенсе, кездесу кезінде Димаш Құдайберген Қазақстан елшісі Әлмұрат Тұрғанбековпен бірге 9 құмалақ ойнаған. Сондай-ақ 1 жасар қазақстандық Халид Елдыздың тұсауын кесіп балаға ақ батасын берген. Айта кетейік, Димаш Құдайберген Мехикода үлкен концерт берген еді. Әншінің қойылымдары 25 мыңнан астам көрермен жинап, Латын Америкасындағы жанкүйерлер үшін маңызды оқиға болды. Тур барысында Қазақстан Республикасының ішкі ниет елшісі ретінде артист өңірдегі еліміздің мәдениеті мен тарихын насихаттады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз.